Бүгінгі жарыстарға өзі көңілі шықты ма жалпы күреспен? Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Спортшылардың барлығы тыңғылықты дайындықпен келген. Бұл жерде сен тұр, мен атайын деген спорт түрі ғой, белдесу. Не бел кетеді, не белбеу кетеді. Алған мақсатымызға бір қадам жетпей қалдық. Біздің ағайларымыздың үмітін ақтап, ел үмітін ақтап, көк туымызды көтеріп желбіреп әнұранымызды ойнатсақ деген бір арманымыз бар еді. бір әттеген ай болды енді. Дегенмен бұйырған екінші орын, келесі жарыстарда алтын медаль алып, ел үмітін ақтап, көк туымызды көкте желбіретеміз деген үміттеміз. Негізі күрестің өзі қай түрмен айналысасыз? Бұл алышпен айналысқанға қаншалық? Біз негізі белбеу күресімен айналысамыз. Белбеу күресі татарлардың ұлттық күресі болып саналады. Бұл ұқсас спорт түрі, алыш деген Қырғыз Республикасының ұлттық күресі. Бізге ұқсайды, тек ережелері әртүрлі. Осы алышпен күресіп отқаныма үшінші жарысым негізі. Осы жарыспен айналысып отқан. Бізге еңбегін сіңіріп, тер төгіп көмектескен ағайларыма, Секен ағайға, Ғани ағайға, Айбат ағайларға алғысым шексіз. Осындай дәрежеге жеткізіп, баптап осы жарысқа қосты ғой. Ел үмітін ақтаймыз деген үміт бар еді, бірақ бір әттеген ай болды. Енді бұл жердегі жарысты көбіне челлендж көп береді. Ұпайлар немесе әділбек бересіз? Ұпайлар енді төрешілер төрелігін жасады. Біреуді қаралап, біреуді аттай алмаймын. Дегенмен соңғы түскенін өзім мойындаймын. Таза спорт болғандықтан болып тұрады онда. Бірақ жаңа жарақаттан кейін сәл есіміз жиі сәл ауырмау болып кетті негізі. Содан кейін бар. Сондай болды енді. Бұған дейін көшпенділер жарысына? Көшпенділер жарысында 2016 жылы күміс жүлде аталған осы алыш түрінен. Араға үшінші көшпенділер ойын салып қайттан күміс алдым. Түркиядағы барған жоқпыз, бірақ Қырғызстандағы Бишкекте 2016-та болғанда финалға шығып вақыт мәреде қырғыз палуаны ұтылған болатын. Осы жылы дәл солай тек өзбек палуаны ұтылып отырмын. Есе жібердім енді. Болсын қазір.